Еркежан Жандосқызы, мына жасап жатқаныңыз ерекше екен. Қандай платформа? Бұл шынымен ерекше платформа Gmail деп аталады. Әдемі екен. Бұл платформамен не жасауға болады? Бұл платформада әртүрлі дизайнда, тақырыбыңызға сай, оқушының ынтасын өзіне аудара алатындай презентациялар, викториналық ойындар, слайдтар жасасаңыз болады. Керемет дүние екен. Қалай тіркеліп, не істеуге болады? Үйретесіз бе? Жақсы, мен сіздерге үйретейін. Кезекте мен бұл платформаға қалай кіріп, қалай тіркеліп, қалай жұмыс жасау қажеттігін көрсетейін. Ол үшін кез келген браузерге кіресіздер. Іздеу батырмасына қазақша әріптермен Gmail деп жазсаңыздар болады. Сіздерге ең бірінші болып шыққан дөңгелек бейнесі бар сайтқа кіресіздер. Сайттың ағылшынша екенін көріп тұрсыздар, бірақ не дегенмен сіздер мына жоғары жақтағы перевод батырмасын басып, өз қалаған тіліңізге аударып алсаңыз болады. Ендігі кезекте біздер бұл сайтқа тіркелуіміз қажет. Егер бұрын тіркелмеген болсаңыздар, регистрация батырмасын басасыздар, ал егер тіркелген болсаңыздар, логин батырмасын басасыздар. Мен тіркелгендіктен логин арқылы кірейін. Бұл жерде сіздер өз почталарыңызды жазып, соған почталарыңызға құпия сөз таңдап жазып, кіретін боласыздар. Кірген бетте сіздерге басты бет ашылады. Бұл жерде сіздер ең алдымен қосу батырмасын басасыздар. Яғни бар жасайтын жұмысыңызды осы қосу батырмасын басып істеуге болады. Сіздерге енді мен өзімнің жасаған жұмыстарымды көрсетіп өтейін. Мысалы, мына боулингті қарасаңыздар, осы боулинг оқушылардың назарын өзіне аударта алады. Үй жануарларына қатысты тақырып болсын, жабайы адамдарға қатысты тақырып болсын, аспан денелеріне, немесе комикс өтіп жатқан болсаңыздар, ертегі өтіп жатқан болсаңыздар, робот тақырыбын өтіп жатқан болсаңыздар да, әртүрлі тақырыпқа өз қиялыңызға байланысты презентация ойын жасап шығара аласыз. Мен сіздерге бір жұмыс жасап көрсетейін. Қосу батырмасын басамыз, сіздерге бұл жерде көптеген әртүрлі эстетикалық, әдемі, қызықты, оқушы қиялына сай келетін, дайын, тегін шаблондарды көресіздер. Мысалы, ертегілерге қатысты, әртүрлі тақырыптарға қатысты, өзіңіздің талғамыңызға сай, тақырыбыңызға сай, кез келген тақырыпты, дизайнды, фонды таңдап алсаңыздар болады. Мына жоғары жаққа мән берсеңіздер, әр презентация, әр дайын шаблон бөліктерге бөлінген. Егер бұны қазір аударатын болсақ, мына жерде ойындар мен челлендждер, мына жерде квизлес, презентациялар, курстар, инфографиялар деген секілді бөліктерді көреміз. Енді осының ішінде мен сіздерге қазір боулингті таңдап көрсетейін. Көз жүгіртсеңіздер, көздің жауын алатын, балаларға да қызықты, әртүрлі дайын, тегін шаблондарды көреміз. Осының ішінен мен қазір сіздерге көрсету үшін боулингті таңдайтын болам. Бұл бізде тегін шаблон, ешқандай ақыны қажет етпейді. Осы белгіні басып, қазір біз бұл дайын шаблонды өзімізге ыңғайлап жасап алу үшін шаблонды өзімізге ашып алатын боламыз. Жаңа таңдаған шаблонымыз бізде осылай презентация күйінде ашылады. Сіздер енді бұны өз қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады. Мысалы, ең алғашқы бетіне мен мына жерге кім деп қоямын, ал сіздер оны өз қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады. Бұл біздің алғашқы бетіміз. Ары қарай келесі бетке өтсек, сіздер мына жерде сұрақ және оның үш нұсқалы жауабының шаблонын көреміз. Ал мен бұл жерге өз сұрағымды жазайын.
мына жерде енді дұрыс жеріне 7 керемет, қате жеріне мысалы басқа нұсқаларды жазып қояйын. Келесі бетке өтсек, бұл жерде very good деген сөз көріп тұрмыз. Яғни, егер оқушы көп сауат берсе, мақтау сөз шығады деген сөз. Яғни, бұл жерге біз жарайсың, немесе өте жақсы, тамаша, керемет деп жазып қойсақ болады. Осылай міне дұрыстап, осылай қойып қоямыз. Ары қарай өтсек, енді екінші сұрағымыз шығады. Бұл жерге де біз келесі сұрағымызды жазып қойсақ болады. Мен міне өзіме қажетті барлық сұрақтарды жазып шықтым. Міне мынау біздің бастапқы бетіміз, одан кейінгі бірінші сұрақ, келесі кезекте дұрыс жауап берген үшін мақтау сөз, ары қарай екінші сұрақ, мақтау сөз, келесі үшінші сұрақ. Осылай мен осы кезекте көптеген сұрақтарды қостым. Ең соңында сіздерде бір слайд болады. Бұл жерге сіздер тек егер оқушы қателескен жағдайда айтатын сөзді жазып қойсаңыздар болады. Бұл ең соңында ғана тұрады, сондықтан мүлдем шатаспайсыздар. Енді сіздер өз сұрақтарыңызды енгізіп, немесе өз материалыңызды енгізіп болғаннан кейін оң жақ жоғары жақта тұрған present, яғни көк батырмамен тұрған белгіге басамыз. Міне сіздердің ойындарыңыз дайын күйде шыға келді. Енді сіздер бұны мынау бөлісу батырмасына басып сілтемесін көшіріп алсаңыздар,